Биыл Самара ауданында алғашқы рет 14 үй бірден салынып жатыр. Бұл деген 28 пәтер болады. Алдағы уақытта келесі жылдарда тағы да осындай салғай жатырмыз. Бүгінгі күнде Самара ауданы бойынша 430 адам кезекте тұр. Сол 430 адамнан біз бұйырса 5-6 жылда осы бітіреміз деген ойдамыз. Осы міне 4 айдың ішінде осы үйлер бітті. Бұйырып жатса, қараша айының аяғында осы үйлерді отбасы банк арқылы біз халыққа тарата бастаймыз. Бұл үйлер биылғы жылғы аз қамтылған отбасыларға беріледі. Кезекте тұрған, жаңа айтып өткендей, кезектің бәрін жасап отырған отбасы банк арқылы. Бұл жерде ауылдың шетіндегі біз жаңадан жаңа микрорайон жасап жатырмыз. Өйткені ауылдың ішіне салатын жерлер жоқ. Болатын болса да үйлердің біздің стандартқа сәйкес келмейді. Өйткені әрбір үйдің қасында өзінің 10 сотық жері болу керек, балабақша салғанға. Сондықтан да ауыл ішінде жоқ. Осындай жасап жатырмыз. Келесі жылы бұл жерге асфальтын төсеп, жаңадан бір жақсы микрорайон болады.